Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге оливье салатын жасайтын боламын. Бұл салатты жақсы көрмейтін жан жоқ шығар, сондықтан біздер жиі жасаймыз. Ең алдымен пісіп тұрған картопымызды осылай салып суытып аламын. Одан кейін барлығын дайындап, қазір кубиктеп кесетін боламын. Бұл жерде бізге қайнатылған картоп, қияр, жұмыртқа қайнатылған және де колбаса, творог, майонез керек болады. Картошкамызды осылай барлығын кесіп, кубиктеп турап аламыз. Негізі бұл салатты біздер отбасымызбен жиі дайындап жейміз. Қанша жесек те бұл салаттан шықпаймыз. Өзіндік дәмі бар керемет салаттардың бірі. Күнделікті тамаққа қосып жеуге керемет салат деп айтсам болады. Мінекей, енді келесі морковымызды дәл осылай кубиктеп турап шығамыз. Одан кейін колбасаны да дәл кесіп, кубиктеп турап шығамын. Бұл жерде колбасаның орнына етті қайнатып, етті қоссаңыздар да дәмді шығады бұл салат. Сондықтан екі түрлі қылып жасауға болады. Енді келесі мен огурцты да дәл осылай кубиктеп турап шықтым. Мінекей, енді осының үстіне горохты салып, және де дәміне қарай бұрыш себелеп, одан кейін дәміне қарай шамалап тұз саламын. Одан кейін 2 қасықтай майонезді қосып, жақсылап араластыратын боламын. Мінекей, түріне қарасаң, керемет дәмді салат болып шықты. Мінекей, оливье салатымыз осымен дайын болды. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Бекзат.